Бәріне сәлем, бүгінгі қозғалысқа анализ. Дневкадан бастаймын. Дневкада бізде ПДХ, ПДЛ дегендерді сызып аламын. Так. ПДХ, сосын ПДЛ. Және не көріп тұрмын? Төбеде, мына жерде мына алдыңғыны шешкен, астына қарасақ, асты да шешіп, жоғарға қарай бағытталып тұрған секілді. Енді мына ликвидке. То есть, мына аралық шешті дневка бойынша, және мына ликвидке ұмтылып тұр. Лонг болуға. Және бізде не бар? Мына жерде баға бар, имбаланс баға, мынау свечканы айтам. Свечкада ешқандай фитиль қалдырмай тек құлаған деген секілді. Қазір оны ішкі таймфреймдерде ашықтап, анықтап қарап көріңіз. Так, 4 сағаттық таймфреймді қарап көрсек. Так, мыналарды өшіріп тастайын. Мына жерде бізде имбаланс бір баға тұрды, осы бір бағаны. Мына 4 сағаттықта да бұл жер не екен? Ешқандай фитиль қалдырмайды, фракталы ликвид қалдырмай құлап кеткен. Ондай бағаларға обычный баға қайтады. Біз астына не көріп тұрмыз? 4 сағатта не көріп тұрмын? Негізі мен айттым, лонгқа бағытталып тұрған секілді деп. Себебі қалай болды? Мына жерде бізде былай болып тұр. 4 сағаттықта астында мына жерде EQL болған екен. Және олардың барлығын шешіп, оны шешкен свечка міне 4 сағаттықта осының жоғары жағындағы мына свечка болмайды. Себебі бір свечаның екі жағында да ликвид болса слом ретінде қабылдамаймыз да, біз мынаны слом ретінде қабылдауымыз керек болған. Міне слом жасады. Мына жер слом жасады. Значит, бізде коем зона пайда болды. Және оны біз так, extended right. Сосын бізде не бар? Мына жерде не бар екен? Бізде BC бар екен. Зеленый меңілі қойдым. Жоғары қарай шығып кетіп баратыр. Жоғарға бағытталып барады. Біз қайда қарай бағытталып дедік? Жоғары жақтағы ең үлкен хайдағы тұрған свечканы. Оның үстіне мына жердің барлығы ликвид қалдырып, компрессия дейма, сондай создавать етіп тастапты. 1 сағатқа қараймын. 1 сағатта не көріп тұрмын? 1 сағатта да мынау біздің өзіміздің имбаланстың ішінде жұмыс жасалған ба? Мына жер жасалған екен. Міне. Обычно мынаны шешіп, төбесінде мына свечкаға слом ала алмаймыз. Екі жағы да қызыл. Төбесіндегі мынау слом болу керек. Мына жер слом болып тұр. Көрдіңіз бе? Мынау денемен закреп алды мына свечка. Значит, жоғары бағытталып баратыр бәрібірде де. Енді 3 минутты көрем. 3 минутты. Міне 1 минутта тағы да мынандай зат көрдім. Мынау да мынаны шешіп, обычно не істеуші едік? Бізде коем зоналар бір-бірін жалғастырады. Егер жалғастырып, сондай коем зоналар құрып жатса, онда ол жоғарға көбірек барады дегенге сенімдірек болуға болады. Мына жерде де қараңыз, мынаны шешіп, жоғарыдан слом алып, жоғарға бұзып шықты. Үлкен жиналыс болған, және жоғарға ұмтылып тұрды. Уже бұзды да закреп те алды 1 сағаттықпен. 1 сағаттықпен закреп алса, тем более жоғарға шығады. Оның үстіне мына жерде бізде тренд линия бар еді. Мына бір тренд линияны да 4 сағаттықпен кешегіні бұзып тастаған. Яғни баға жоғарыда, жоғары қарай разворот алып жатыр. Енді тағы не айтуға болады? Мынандай да заттар бар еще. Баға мынанша өсті да жиналып тұрма? Дәл осынша жоғары қарай өсетті. Сондай да зат бар да, яғни жоғары жақта
бір құлататын бағаны кейін іздеу керек, жоғары жақтан іздеу керек. Яғни осынша баға жүретін жолы бар дегенде тұжырымдар бар. 3 минутқа кіріп көрсем, егер тығын 3 минуттан іздейтін едік, біз Азия бағытында бір қарап шолып шығайық. Азия бағытында мына жерде килл зоналарда обычно жұмыс істемейді. Мына жер күшті не істепті. Мынаны шешпепті, бірақ мына жақтағы свечканы шешпеген екен. Мына жердегі лоуды шешіп кетіпті. Төбеден жақындатайық, өзіме көз көрмей кетті. Мына жер алдыңғыларды шешетін болса, мына жерге закреп алу керек, алды закреп мына свечкамен. Кішігірім 3 минуттық көйім зона қалдырды. Тем более, нет, мына жер имбаланс қалдырған екен еще. Кішігірім имбаланстан, көйім зонаның ішінде имбаланс болатын болса, жаңа 4 сағаттық көйімнің ішінде де имбаланс қалдырды, жоғарғы бағыттың нық екенін көрсетеді. Закреп алған жоғары кетіп баратыр. Өзінің имбалансынан жиналған жоғары өсіп баратыр. Енді жоғары жақтан шорт болды деп ойлайтын болсақ, шортты да ұстауға болады. Так, мыналарды шешкен екен. Осының астында мынаған слом берген, шортын орындап берген. Бағаны қарап берсек, мына жерден неге мына жерден ровно кірмейді ғой деген ойлар болып қалуы мүмкін. Оған қалай жауап беруге болады? Бірінші мынаны қойып алсайын, қанша доллар жүріп берген? 18 доллар жүріп берген. 10 доллар ұстасаңыз да өше керемет қой. Былай ғой, мына жер, мына жердегіні мынау шешіп кеткен. Астына мына жерге слом жасады. Осы бізде уже көйім зона саналады. Так, серый қылып қояйық. Бұл ненің ішіндегі не ғой? 3 минутта тығын ішінде. Енді қалай кіресіз? Мына жерде мынадан кіресіз ғой, имбаланс ғой, CB. 3 минуттықтағы ше. Еще CB соңғы импульсныйдың құлаған фракталы бар ордер блок болса, ордер блокты да обычно фрактал болатын болса, мені да мынаны жүртейші енді. Мені да мынаны шешіп, сломын берді, мына жерге имбаланс қалдырды. Осы жерге кірді ма, болды, зонаның ішіне кірді ма, имбалансқа келді ма, имбаланстан бастап ордер блоктың бәрінде позиция аша беру болады. Риск менеджментті өзіңіздің қаражатыңызға қарай санап аласыз ғой. Сосын стоп-лосс мына жақта болады, мынаның төбесінде болады. Мен обычно 1-2 доллар оқып қоямын. Мысалы 30 болып тұрса, 31-ге оқып қоямын да мына жерге. 32-ге қойып қоямын дегендей ғой. Стоп-лосс болса. Солай рисковать ететін жер мен үшін. Шорт орындап береді, зонадан шығып, бірінші фрактал и соңғы кейінгі фрактал болып кете береді. Міне, ең бірінші фрактал мына жақ болып тұр бәрібір. Өз тастап кеткен фрактал. Даже сол жерге дейін есептейтін болсаңыз, мысалы мына жерге дейін 12 доллар. Айтма, мен өзім 10-12 долларда жауап тастаймын дегенде. Енді біз айттық, үлкен таймфреймде баға жоғарыға лонгқа бағытталған. Негізі біз точка входаны лонгқа қарай іздеуіміз керек та. Енді біз дәл осылай 3 минуттан жоғарыға қарай жұмыс істейтін көйім зона табуымыз керек. Қарасақ, Франкфурттың сессиясы біткен ғой. Обычно сессияларды шешкен кезде жақсы жұмыс жасайды. Мына жер Франктың біткен жері, Лондон басталған жері шешті ма, мұнан басына закреп жасаған күтеміз да. Мынау жасап беріпті. Кіреміз бір. И астында біздің кіретін жеріміз мына жер еді. Мына аралықтан кіреміз. Мына дейін. Мына жерден 1.001 ашсаңыз, мына ішіне кіргенде 0.01 мен ашуға болады. Стоп-лосс мына жақта тұрады астында. Так, тастайын. Не болып жатыр? Баға жүріп берді. Осы зонадан қайтып келген кезде осының ішінде мына жердегі біздің зонамыздан, ордер блоктардан мына жерде еще не қалдырып тұр.
имбаланс. Көрініп тұр ма? Басқасын алып. Мына жерде де имбалансымыз бар біздің. 3 минуттық BC жоғарыға. Ол да күшті не подтверждение. Мынаны да сыза салайын. Біздің лонг жіберетін неміз. Қойым зонамыз. 3 минуттықтың ішінде. Так. Кетті баға. Енді жоғар жақта баға кетіп баратыр. Қай жерін тоқтаймыз, келмей кетті. Даже мына жерде ұстамадық десек те, мыналарды қалай өшірсем енді. Так, мына жақта мына жерде мынаны шешіп тастапты. Ой. Мына жер мынаны шешіп тастаған екен. Астына барып слом жасаймақ күтеміз да, сондай кезде. Бүкіл денемен слом жасап тастадым, шорт уже. Еще имбаланс қалдырып тұр. Үш минуттықтың ішінде. Имбаланс, ордер блок, стоп-лосс төбесіне қойып, рисковать етесіз ба? Етесіз. Ішіне кірген тарс. Өскен сайын қоса бересіз ғой, 001, 001, 001 деген секілді. Төбесіне стоп-лосс қойып қойасыз. 5 ашсаңыз 5-ін таратып жібересіз. 10 ашсаңыз 10-ын таратасыз. Осы жерден негізі мына жерін ең бірінші келген кезде рисковать етемін да. Мына екінші рет келген кезде мен сомневаться етемін. Неге? Өйткені біздің бағамыз вообще-да жоғарыға қарап баратыр. Мына жаққа келгенде лонгқа ашуға болады. Өйткені мынаның астындағы фракталды шешкенде лонгқа рисковать етуге болады. Өйткені мынау көем лонгтың көемі. Лонгқа баратын көем. Мына үлкен таймфреймдегі, соның ішіндегі. Негізі идеально болатын еді, мынау 3 минуттықтың ішіне кіріп мына жерге келгенде. Бірақ мына жерге қарасаңыз, свечканы шорт істейсіз ба? Мен мына жерде рисковать етпеймін. Неге? Себебі мына свечкалар уверенно имбаланс тастап, лонгистердің күшті екенін көрсетіп кетіп бара жатыр. Біздің бағамыз үлкен таймфреймдерде жоғары бағытталған. Сол себепті де мына жерде рисковать етпеймін. Мына жерде рисковать етемін. Бірінші да, өйткені бірінші рет слом жасады ма, келді ма, зонаға кіріп жатыр ма, тарс рисковать етемін, стоп-лосс қоямын. $10 барғанда жоқ қоямын. Мысалға мен мына жерлерді жабамын. Мына фрактал, $10 болды ма, болды, жауып тастаймын деген дейді. Сол. Мына жерден құлап берсе де өкініш жоқ. Мына жаққа келгенде тағы лонгқа рисковать етіп көрем, стоп-лосс астынан 5003-ге қойып дегендей. Сол.